Сөзсіз, Адольф Гитлер тарихтағы ең даулы фигуралардың бірі болды. Оның өз елінің болашағына деген идеалдары мен көзқарастары адамзатты соғысқа алып келді. Нәтижесінде бұл көптеген өлім мен жойылуға әкелді. Мың 1894 жылы қаңтарда 4 жасар бала Германияның оңтүстігіндегі Пассау қаласындағы Инк өзенінің үстінде жүріп мұз астына құлады. Бір жасөспірім бала оған көмекке келіп, суға батып бара жатқан баланы алып шықты. Кейін құтқарушы бала дін қызметкері болды, ал суға батып бара жатқан бала Гитлер болған. 41 жылы Гитлер балалар дәрігері Аллен Хамунсонға мырышталған пластиктен үрмелі қуыршақтың прототипін жасауды тапсырды. Гитлер әскерлер өзімен бірге жорыққа алып жүретін қажетті заттардың қатарына эротикалық қуыршақ қосылуы тиіс деп шешкен. Бұл әскери қызметшілердің арасында венерологиялық ауруларды болдырмауға және ария халқының тазалығын сақтауға мүмкіндік берер еді деп санады. Бірақ бұл жоба іске асқан жоқ, өйткені одақтас авиацияның бомбалары қуыршақтарды өндіретін зауытқа құлап бәрін жойды. 38 жылы Америка құрама штаттары бүкіл әлемге демократияны таратқаны үшін Адольф Гитлерді жылдың адамы деп таныды. Ал 39 жылы Гитлер Еуропада бейбітшілік орнатқаны үшін Нобель сыйлығына ұсынылды, бірақ оны ала алмады. Өйткені Еуропада бұл сыйлықты берілуімен қатар жаңа қақтығыс пен жанжал туындады және жүлде ұсыну рәсімі кейінге қалдырылды. Американдық құпия қызметі Гитлердің агрессивтілігін төмендету мақсатында оны кішкене әйелдікке айналдыру үшін әйелдің гормондарын тағамға қосуға тырысты. Неге у емес деп сұрайсыңдар ма? Өйткені Гитлер жейтін тамақтың барлығын сынап көретін арнайы адамдар болғандықтан оған у қосу мүмкін болмады. Гитлер шоғырлану лагерлеріне ешқашан бармаған. Ол адамның өлімге душар болған жаппай жүздерін көргенде оның еркі жұмсаратынын сезді. Оның неміс мәдениеті алдындағы парызы деп санайтын нәрсені орындау қабілеті құлдырап қалатын еді. Гитлердің алғашқы махаббаты еврей қызы Стефани Исаак болды, бірақ ол онымен ешқашан сөйлеспеді. Оның жақын досының айтуы бойынша, Гитлер Стефаниді алып қашып, екеуі өзенге секіріп өлмекші болған. Сұхбатында Исаак Гитлердің сезімдері туралы білмейтінін айтты. 44 жылы Гитлердің жеке дәрігері Теодор Морель неміс диктаторына кокаин бере бастады. Гитлер кокаинді күніне 2 рет ингалятор арқылы қабылдады. Сондай-ақ оны көз тамшылары ретінде де қолданған. Дәрігерлік ұйғарымдар Гитлерге мұрын мен тамақтың ауруы кезінде ауырсынуды жеңілдету үшін берді. Бірақ ауыр есірткі қабылдаудың салдары жұлдырудан гөрі ауыр болуы мүмкін. Кейбір тарихшылар кокаин Гитлердің шешім қабылдауына әсер етті, оны ашулану жағдайында паранойяға бейім етті деп санайды. Кездей соқтық па, жоқ па, бірақ Адольф Гитлер мен Усама бен Ладеннің қайтыс болғаны туралы хабардар жылдардың 1 мамырында жарияланды. 30 және 40 жылдары Гитлер темекіге қарсы күшті науқан ұйымдастырды. Бұл кампанияның қозғаушы күші Гитлердің темекіге деген жек көрушілігі болды, ал неміс дәрігерлері темекі шегу мен қатерлі ісік арасындағы байланысты ашқаннан кейін тыйым одан да күшейді. 1916 жылы Сомме шайқасы кезінде болған шайқастардың бірінде Гитлер асқазанына жарақат алған және бір тұқым ұрығынан да айырылды. Нәтижесінде жыныстық мәселелер фюрердің өмірін бүлдірді. Соның салдарынан ол бүкіл Еуропаны бүлдірді.